Түркістан қаласында жүздеген студент дипломсыз қалуы ықтимал. Өйткені 2 жыл бұрын ашылған халықаралық туризм және меймандостық университетіндегі кейбір факультеттер жабылуы мүмкін деп хабарлайды КТК телеарнасы. Армысыз ағайын, арнаға тіркеліп қоңырауды басып қойыңыз. Ата-аналарға бір ретте ескерту жасалған жоқ. Шешімді көрсетпейді, не басқаны көрсетпейді деп ашынды ата-ананың бірі. Осы орайда ата-аналар балаларының болашағына алаңдайтындарын алға тартты. Бұған қатысты университет басшылығы пікір білдірді. Ректордың міндетін атқарушы Қарлығаш Аралбекова жоғарғы оқу орны 2 бағыт бойынша, яғни туризм және педагогикалық бағытта білім беретінін сөз етті. Оның айтуынша 326 студент оқып жатқан педагогикалық сала лицензиясынан қағылуы мүмкін. Университет басшысы білім және ғылым министрлігінен тиісті құжаттың келмегенін, сондықтан педагогикалық саланы сақтап қаламыз деген үміт бар екенін жоққа шығармады. Ата-аналар балаларының осы жерден диплом алып шыққанын қалайды. Сондықтан педагогика саласын жалғастыруды сұрап, премьер-министрге хат жазды деп хабарлайды КТК телеарнасы. Елдегі өзекті мәселені бірінші болып білгіңіз келсе, арнаға жазылып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Амандықта жүздескенше.